Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз органикалық тыңайтқыш, яғни компостты мына жеміс ағаштарына қандай мөлшерде құятынымыз жайлы болады. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Кеттік. Өткендегі видеоларымызда көрсеткеніміздей, мынау 200 литрлік бочкаға сол видеода өздеріңіз көргендей компостты дайындап, мынандай қылып тастап қойғанбыз. Міне бір 15-16 күндей уақыт өтті, уже компостымыз дайын болып тұрған болуы керек достар. Мінекей біргелікте көреміз. Достар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай компост быршып, әбден араласып, шіріп дайын болып тұр. Мінекей достар, иісі кәдімгідей ащы, жағымсыз иіс шығады енді бұдан, әрине. Достар, мінекей бұны жақсылап араластырамыз. Бұл енді мынандай қылып компостты дайындап, су құйып, көң салып, бәрін араластырып қойғаннан кейін бұның ішінде де енді міндетті түрде зиянкестер пайда болуы мүмкін. Біз алдыңғы видеомызда көргеніңіздей, бұның ішіне біз күл салғанбыз. Енді күл салғаннан кейін ондай зиянкестер, құрттар, яғни мынаның ішінде пайда болмайды достар. Білесіңіз, күл ащы болады. Соның үшін бұның ішінде зиянкестер болмайды достар. Бір жағынан күл удобрение болады, бір жағынан мынаның ішіндегі зиянкестерді пайда болуына жол бермейді достар. Не көріп тұрғаныңыздай, компостымыз дайын. Көгіс әбден дайын болған кезде мынандай болып, көгіс түске енеді достар. Компост дайын. Енді өзің мөлшерімен жеміс ағаштарға жайлап құя берсек болады достар. Көргеніңіз. Жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жайлап құйып бастаймыз достар. Енді бұны сіздерге достар, мінекей мынау енді көп жылдаған шабдалы жеміс ағашы. Бұның енді 7-8 жылдай болып қалды. Жеміс беріп тұрғанда 4-5 жыл болды. Енді бұларға енді үлкен ағаш болғасын, бұларға қорықпай құя берсек болады достар. Мінекей мынау 6-7 литрдің шамасындағы шелек. Осымен мінекей 5 литр шамасында құямыз. Жылдаған жеміс ағашқа. Мінекей достар. Әуелі астын бір жоба қобыстып аламыз. Мына компостты сұйықтықты құйған кезде әбден әрі қарай оңай сіңу үшін. Достар, мінекей осылай бір жоба қобыстамыз. Негізі ағаштардың арасын қобыстып тұрған жақсы болады. Осылай қобыстып алдық достар, мінекей. Енді мынау қайта суарыла бергесін, жеміс ағаштың асты сырам болып келіп, нығыздалып, қатайып қалады. Енді мынау компост ары қарай тез бару үшін мынандай мінекей алтылық сым арнайы дайындағанмын. Арасында осындай жеміс ағаштардың астына су ауа барсын деп арасында кесіп тұрамын достар. Осындай 3-4 жерден тесесіңіз, компост ары қарай сіңу үшін достар, мінекей өстіп мінекей компостты құя берсек болады. 5 литр жобасында үлкен жеміс ағашқа жылдаған. Бұларға енді қорықпай құя берсек болады достар. Бұл удобрение болады. Табиғи тыңайтқыш достар. Мінекей достар. Осылай жеміс ағаш құямыз. Енді биыл егілген 1 жыл болған жеміс ағаштарға қазір құюды көрсем достар. Мінекей достар, мынау былтырғы егілген алмұрт жеміс ағашы. Енді бұндай жеміс ағаштарыңызға енді бұрын беріп көрмеген болсаңыз, жай-жайдан беріп үйретуіміз керек достар. Мынау жаңағы шелек, кішкентай шелек, соның міне түбіне мінекей 1,5 литрдің жобасындағы мынау компост. Енді осының үстіне 2-3 литр су құйып жіберіп, мінекей достар. 1 литрге 3 литрдай қосып, жақсылап араластырып, осыны құямыз. Жай-жайдан үйрету керек достар. Енді мынау не деген менен енді жас ағаш. Соның үшін оған жаңа анандай қылып бірден көп беруге болмайды достар. Бұның да астын кішкене
қопсып жібереміз. Енді бұл компостты енді осы биылғы отырғызған жеміс ағаштарға берудің қажеті жоқ. Олар енді әбден ұстап кеткенше, әбден ұстап жапырақтап кеткеннен кейін оларға да берсеңіз болады. Енді пока күн салқын, олар әлі стрессте тұр, әлі дұрыс ұстамай тұрған болуы мүмкін. Оларға пока берудің қажеті жоқ. Мінекей достар, 1 литрге 3 литрдей су құйық, мінекей. Сонда 1 литрге 3 литр құйдық, 4-5 литрдің жобасында араластырып, мінекей достар, осылай құя бересіңіз достар. Достар, мінекей, жаңа көрсеткенімдей қылып осылай құя бересіңіз. Мынадай үлкендеу жеміс ағаштар жаңағыдай қылып суды араластырмай өзін құйсаңыз да болады достар. Енді бұлар жылдаған ағаштар, жаңағыдай жас ағаштарға енді жаңағыдай 1 литрге 3-4 литр су араластырып, жайлап құйып үйретсеңіз болады достар. Енді бұларды осындай компост құйғаннан кейін артынан суғарып жіберген жақсы болады достар. Астына сіңуге, сумен бірге астына жақсы сіңеді достар. Енді өткенде біреу сұрап жатыр еді, осы компостты құйып азайтқаннан кейін үстіне су құюға бола ма деп. Рахмет сұрағына достар. Болады әрине. Мынаны енді әбден бәрін түбіне дейін сырқып алғаннан кейін сұйықтығын мынандай бір мешок көң, шіріген көңнен салып жіберіп, басқа ештеңе араластырудың керегі жоқ, әлі күші бар. Бір мешок көңді салып жіберіп, үстіне суды қайттан толтырып, және бастырып қойсаңыз, бір 10 шақты күн тағы да қайтадан құя беруге болады достар. Мінекей. Бұны енді 4-5 күннен тағы да қайталап құйсаңыз болады достар. Мынаны енді бір қатар құйғаннан кейін тағы 4-5 күннен тағы құюға болады достар. Мінекей достар, осылай компостты дайындап, осылай жеміс ағаштарына құясыңыздар достар. Жемістеріңіз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын достар. Каналға тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.